әкесі баласына келіп, балам, тұр кеттік, жаттығуға барамыз депті. Ал сол кезде бала: Әке, я, тұрам, қазір бет-қолын жуып киімдерін киіп барам. Асқан балам, тезірек бол, мен сенің далада күтіп тұрам, тезірек шық деп әкесі кетіп қалады. Содан кейін бала әкесінің артынан далаға шығып кетеді. Әкесі мен баласы жүгіріп келе жатқан кезде баласы әкесін жете алмай жерде құлап қалады. Әке, шаршап кеттім, біраз демалайықшы. Демалуға уақыт жоқ балам, бізге әлі қоштасу керек деп әкесі баласына қоштасуды үйретеді. Әкесі баласына қоштасуды үйреткеннен соң баласына мотоцикл әкеледі. Және де баласы мотоцикл айдап үйреніп келе жатқанда қатты айдағаннан соншалық құлап түседі. Балам, тұр, әлде де айдауды үйреніп кететін шығарсың. Жарайды, әке. Әкесі баласын алып бірге серуендеп жүреді. Әкесі баласына табиғаттың қандай кереметтілігін айтып береді. Бұл әкесі мен баласының соңғы кездесуі еді. Балам, мен Мықтыбек деген адамнан шайға суға кетіп бара жатырмын. Егер де мен келмесем, мен айтқан жаттығуларды істеп, сол адамнан кек ал. Арадан бір апта өтті. Назырхан! Ау, қазір барам. Бұл кезде Назырхан өзінің әкесінің өлген туралы білетін еді. Назырхан, сенің әкең қайтыс болды. Оны Мықтыбек өлтірді. Мынау сенің әкең аманаты. Назырхан сол кезде біраз ойға кетеді. Бірінші бөлімнің соңы.